Қымбатты достар, көбісі ВКонтактедегі өлеңдерді платный пропискасыз тыңдай алмай жатады, немесе оны ұялы телефонына жаза алмай жатады. Ол үшін бізге мына жерде Google-ге кіріп, Google браузеріне мына жерден VMP деп жазасыз. ВКонтакте скачать. Ең бірінші тұрған жерден осы батырманы басып, софтлеріңізге Android программасы ретінде скачать етіп аласыз. Бұл менде қондырылып тұр, бұны қондырмаймын. Сіздерге қондырылған түрін көрсетемін. Программаға кіресіз, программада міне салған жерде менің өлеңдерім қазір қосылады. Өлең реклама шығып кетеді. Енді бұл платный версиясы емес менде. Мысалға, осы өлеңді жазып алуға болады. Осы вечеринка деген өлеңді міне сохранить кештеп ұялы телефонға осы программада тыңдауға болады. Сохранение музыкаға қойып, міне берде сохранение музыкаларға міне сохранить етіліп тұрады. Сіздің карта памятіңізде емес, программа ішінде сохранить етіліп тұрады. Ал енді мына өлеңді ұялы телефонға жазу үшін міне мына жерден батырманы басасыз, батырманы басасыз. Сосын сіздің ұялы телефоныңызға жаңағы өлең өзі автоматты түрде жазылатын болады. Скачивание завершено. Болды, қымбатты достар, түкте қиындығы жоқ. Қосылайық арнаға, каналға қосылып, лайк басып, білмеген нәрселеріңізді сұрай отырыңыздар.